Реал Манчестер Ситидің ойыншысына қызығуда. Килиан Мбаппе Франция құрамасының су жаңа капитаны атанбақ. Гвардиола өзімшіл футболшылар жайында не айтты? Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі шығарылымда. Бастамастан бұрын барлықтарыңызды келіп жеткен қасиетті Рамазан айы, сондай-ақ Наурыз мерекелеріңізбен нағыз футбол арнасының атынан құттықтаймыз. Алдыңғы видеодағы айтқан өтінішімізді екі етпестен бізге жаңадан 78 жазушы тіркелген екен. Қолдауларыңыз және белсенділіктеріңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Өзіміздің сүйікті жазушыларымызға қатысты емес, су жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз арнамызға тіркелуді және видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Неаполитандық Наполи клубы нигериялық шабуылшы Виктор Осимхенді алдағы жазғы трансферлік терезеде сатылымға қоюлары мүмкін. Осы жөнде Футмеркато баспасы мәлімдеуде. Мәліметтерге сүйенсек, итальяндық ұжым ойыншының құнын 150 миллион еуроға бағалауда. Шабуылшыға ПСЖ, Челси, сондай-ақ Манчестер Юнайтед командалары қызығуда. Осы маусымда 29 матчқа қатысқан шабуылшы 25 голды соғып, және 5 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Оның итальяндық клубпен келісім шарты 2025 жылдың жазына дейін жарамды. Манчестер Ситидің шабуылшысы Эрлинг Холланд жарақат алып қалғанына байланысты құраманың қатарынан шығып қалды. Бұл жөнде Норвегия құрамасының ресми сайтында мәлімденген. Футболшыда шап бұлшықетінің зақымдануы анықталған. Осыған байланысты шабуылшы алдағы өзінің ұлттық құрамасының Euro 2024 турниріне арналған іріктеу матчтарына қатыса алмайды. Ағымдағы маусымда барлық сайыстарда 37 ойынға қатысқан Холланд 42 голды соғып, және 5 голдық пас жасап ерекшеленген. Челси клубы ағылшындық жартылай қорғаушы Мейсон Маунттың командадан кету мүмкіндігінің жоғары екендігін ескеріп, оның орнын алмастырар басқа ойыншыны тауып қойғанда екен. Осыған орай лондондықтар Фулхэм клубының ойыншысы Андреас Перейраны қарастыруда. Аристократтықтар Мейсон Маунтпен келісім шарттың ұзартылуы бойынша талайдан бері осы күнге дейін ортақ келісімге келе алмай жатқандары белгілі. Жартылай қорғаушыға Ливерпуль, Манчестер Сити, сондай-ақ Манчестер Юнайтед клубтары белсенді түрде қызығушылық танытуда. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? ПСЖ шабуылшысы Лионель Месси Аргентина ұлттық құрамасының қатарына өткен әлем чемпионатындағы үлкен жеңісті тойлағаннан бері алғаш рет оралып отыр. Жұлдызды ойыншы ешкімге байқалтпай, Аргентина астанасындағы Буэнос-Айрес қаласындағы мейрамханалардың бірінде тамақтанбақ болғанында күтпеген кедергіге тап болған. Мейрамхананың маңайында мыңдаған жанкүйерлер Мессиді қоршап алып, ол құтылып шығып, езіліп қала жаздап өзінің көлігіне әрең дегенде жеткен екен. Жозе Мауриньо ПСЖ командасының келесі жаңа бас бапкері атануы ықтимал. Инсайдер Педро Альмейданың ақпаратына сәйкес, Париждегі ұжымның басшылары португалиялық жаттықтырушыны келесі маусымда команданың тізгініне тағайындау нұсқасын қарастыруда. Париждіктер Жозе Мауриньоның үлкен тәжірибесі ПСЖ-ға Чемпиондар лигасын жеңіп алуға негіз болады деп есептеуде. Дәл қазіргі сәтте 60 жастағы маман Рома командасын жаттықтыруда. Оның итальяндық клубпен келісім шарты 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Мадридтік Реал клубы Манчестер Ситидің португалиялық жартылай қорғаушысы Бернардо Силваға қызығушылық танытуда деп мәлімдеуде ESPN баспасы. Баспаның ақпараты бойынша патшалық ұжым ойыншыны алдағы жазғы трансферлік терезеде сатып алулары мүмкін. Мадридтіктер егерде Дортмундтық Боруссияның жартылай қорғаушысы Джуд Беллингемді ала алмай қалатын болса, онда олар дәл осы ойыншыны арзанырақ бағада аламыз деген оймен қосымша нұсқа ретінде қарастырып отыр. Бернардо Силваға сонымен қоса Барселона және де ПСЖ командаларының да қызығушылығы бар. Жартылай қорғаушының Ситилік клубпен келісім мерзімі 2025 жылдың жазына дейін негізделген. Ньюкасл клубы Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғаушысы Скотт Мактоминиге қызығушылық білдіруде деп хабарлайды The Telegraph баспасы.
Баспаның ақпараты бойынша Ньюкасл ұжымы футболшыны алдағы жазда өз қатарларына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Шотландиялық ойыншы манкуниандық клубтың сапында ойындарға көп қатыса бермейтіні себебінен ауысуға келісуі мүмкін. Осы маусымда 32 ойынға қатысқан Мактомини 2 гол және 1 голдық пасты еншілеген. Клубпен келісім мерзімі 2025 жылдың жазына дейін негізделген. Манчестер Ситидің жаттықтырушысы Хосе Гвардиола өзімшілдігі бар футболшылар жайында не ойланатынын жеткізді. Ойыншылар маған сене бермейді. Бірақ та мен бәрінен көрі көп ойнайтындарды емес, ойындарға аз қатысатындарды көбірек ойлаймын. Мен әрқашанда көп ойнай бермейтін жігіттерге көңіл бөліп, назар аударуға тырысамын. Егер кейбіреулері мен және мен дей беретін болса, онда маған олар үшін бәрібір. Мен бұған қатты көп көңіл бөле қоймаймын. Бірақ ал егер де ойыншы команда үшін ненің жақсы екенін ойлап, көп ойнай бермейтініне қатты қапаланып, бірақ әрқашанда өз үлесін қосып жататын болса, онда жалғыз мен ғана емес. Менімен қоса клубта әрдайым оны қолдайтын боламыз. Деген екен Гвардиола Манчестер Evening News баспасына жеткізген интервьюінде. Туриндік Ювентус клубы жартылай қорғаушы Адриан Рабиомен жаңа келісім шартқа отыруда қалайда. Осы жайында La Gazzetta dello Sport баспасы хабарлауда. Мәліметтерге сәйкес итальяндық клуб футболшының жалақысын арттырып, жылына 10 миллион еуроны құрайтында етуге дайын. Қазіргі жалақысы жылына 7 миллион еуроны құрайды. Француздық ойыншы Ювентустың сапында тек қана команда келесі маусымдағы Чемпиондар лигасына өтетін болса ғана қалуға дайын делінуде. Адриан Рабиоға ағылшында клубтар қызығуда. жастағы Килиан Мбаппе Франция құрамасының жаңа капитаны атанды деп хабарлайды Илики баспасы. Бұл шешімді француздық құраманың бас бапкері Дидье Дешам қабылдаған. Айтып өтсек, Францияның осыған дейінгі капитаны мансабын аяқтаған голкипер Уго Льорис болған еді. Атлетиконың шабуылшысы Антуан Гризман құрамадағы мансабын аяқтауы мүмкін. Мәліметтер бойынша жаттықтырушы Дидье Дешамның өзінен бір шама жасқа кіші ойыншы Мбаппені капитан етіп тағайындағанына Гризманның көңілі толмаған. 32 жасар Гризман Франция құрамасында 2014 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Жалпы құрамада 117 матчтың қатысушысы болған ол 42 гол және 36 нәтижелі пасты еншілеген. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.